Армысыздар, қоғамдағы ең өзекті жаңалықтар, мәдени өмірдің елеулі оқиғаларын білетін уақыт келді. Эфирде Headliner бағдарламасы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Қазақ анимациясының жай-күйі қандай? Халқымыздың біртуар тұлғасы Әмен Қайдаров салған дара сүрлеу бүгінде жалғасуда. Қазақ анимациясы өткен ғасырдың ширегінде жасалған классикалық туындылармен мақтан алады. Техника мен технологияның дамыған заманында анимацияның сапасы да тұралап қалмай ілгері жылжуда. Анимациялық фильмді жасау халықаралық деңгейде алғашқы, орта, соңғы деп 3 кезеңнен тұрады. Ал біздің еліміздегі бір өзгешелік 4-ші шешу кезең кірістірілген. Мұнда әр деталь маңызды. Әсіресе кейіпкерді икемге келтіру, әр эпизодта шеберлікпен жасап шығу ұзақ уақытты талап етеді. Сондықтан бір мультфильмді жасау үшін ең азы 20-ға жуық маман еңбек етеді. Бұл анимацияның қызық ерекшелігі бұл топтық жұмыс, яғни суретшілермен, аниматорлармен, дыбыс жазатын кісілермен. Сол себептен бұл жерде жаңағыдай жеке бір эго дегенге жол бермеу керек. Штрихтар мен детальдардың үйлесімділігі арқылы анимациялық жоба жүзеге асырылады. Туындының сценарийі жазылып, идеясы талқыланғаннан кейін ең ауыр жұмыс аниматорға жүктеледі. Әр кейіпкерді қимыл қозғалысқа келтіру үшін суретшінің ептілігі ескеріледі. Себебі 1 секундтық эпизод үшін 24 сурет салынады екен. Есесіне маманның шеберлігіне байланысты қаламақысы да жоғары. Секундына 2D анимация 600 теңге, 3D анимация 900 теңге. Қазіргі таңда еліміздегі талантты жастар анимация өнеріне қызыққанмен бұл салаға келуге жүрексінеді. Анимация деген басқа өнерлердің барлықтарын қосқан кезде шығатын бір туындысы, яғни музыка, сурет, жаңағыдай скульптура, соның бәрі несі деп есептеледі, жаңа қорытындысы ретінде. Нигара Мақсатқызы, Айдана Құрманғали, Тимур Бушаев, Headliner. Мы, как казахстанцы, в первую очередь должны все-таки ориентироваться на своего зрителя, завоевать своего зрителя, когда мы сможем рассмешить нашего зрителя, наших детей, наших подростков. Если мы сможем их завлечь, развлечь, тогда можно уже думать о каком-то следующем шаге, который является международной аудиторией, международным рынком, но всему свое время, то есть надо начать с малого. Не секрет, что анимационные фильмы в 3D-формате для наших специалистов явление новое. Как известно, работа любого аниматора – это прежде всего кропотливый труд. Для создания той или иной картины требуется достаточно много времени. Поэтому, как правило, аниматорами становятся только фанаты своего дела. В целом, как бизнес, анимация, она довольно новая для Казахстана. То есть многие еще не знают, как вообще оценивать свою работу, как... В отличие от других профессий, где, в принципе, уже цены установились на услуги, посчитать, сколько у него уйдет времени на этот проект. Причем надо учитывать еще и доработки, которые тоже занимают время, иногда 2 раза дольше, чем сам проект. Клара Абдрахманова, Тимур Бушаев, Headliner.